бір ауылдың келіні қалаға бармақ болып, такси күтіп тұрады. Бір мезгілде өз ауылының бір үлкен қайын-ағасы КамАЗбен тоқтайды. Сол КамАЗға мініп жүре береді. КамАЗ қисық жолда секіріп келе жатқанда, әлгі келін байқамай осырып қояды. Содан ұялған келін: «Аға, арамызда қалсын», дейді екен. Сонда әлгі қайын-ағасы: «Қой, арада қалдырып қайтесің? Терезені аш, шығып кетсін», депті. Базарда бір кісі келіп: «Балық свежий ма?» деп сұраған екен. Сатушы: «Иә». «Свежий болса неге көз жабық?» «Ұйықтап жатыр». «Ал неге мұздай?» «Мұздай судан ауладым». «Неге балығың қисық?» «Поворотта бұрылып жатқанда ұстап алдым». 10 күн жоқ боп кеткен жігітке әйелі: «Қайда жүрсің?» десе: «Жұмыстан келе жатыр едім, көрші әйел маған қарап түшкіріп қалды. Соның үйінде карантинде 10 күн жаттым», депті. Шайтан ағаштың көлеңкесінде жатыр дейді. Періште көріп таң қалыпты. «Ей шайтан, бұл қалай? Неге жатырсың?» «Бірінші рет көріп тұрмын. Бұрын адамдарды ұрыстырып, бірдеңені бүлдіріп жүретін едің», десе шайтан: «Ой, WhatsApp шыққаннан бері бізге жұмыс қалмады», депті. Бір әйелдің құрбысы қонаққа келіпті. Екеуі арақ ішіп отыр екен. Сонда әйел құрбысына: «Соңғы стаканды түбіне дейін алып қой, несібен ғой», десе, байы есіктен сығалап: «Ойбай, біз ішіп жүрген сідік еді, қашаннан бері несібе болып қалды?» депті. Бір мұғалім дүниеден өткен соң, періштелер келіп: «Жасаған жақсылықтарыңыз бен қиянаттарыңыз бірдей екен. Өзіңіз таңдаңыз, жұмаққа барасыз ба, тозаққа барасыз ба?» деп. Сөйтсе мұғалім: «Бәрібір, тек мектепке бармасам болды», депті. Отағасы іс сапардан бір күн бұрын келеді де, үстел үстінде тұрған темекіні көріп қалады. «Мынау не? Не темекі бұл?» деп сұрайды әйелінен. «Білмеймін». «Не темекі деймін бұл?» Сол кезде шкафтан біреу: «Сонда білмейсің ба? Со берін ғой», депті. «Мама, маған Қазақстанның 4-5 қаласының жігіттері үйленейік деп сөз айтып жүр». «Қандай қаланың жігіттері?» «Алматы, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Ақтау». «Қай қаланың жігітін таңдайын, мама?» «Шымкенттің жігітін таңдасашы, шешеңді есіңе жиі түсіріп тұрады». 1 апрель күні күйеуі әйелін алдамақшы болып: «Жан, мен сенің көзіңе шөп салдым». Әйелі: «Мен де сенің көзіңе шөп салғам». Күйеуі: «Жан, 1 апрель» десе, әйелі басқаша түсініп: «Мен 16 май күні қиянат жасадым», депті ғой.